Достар, бүгін бенто-торт дайындаймыз, яғни корейлердің мини торты. Менімен бірге дайындаңыздар, өте жеңіл, оңай дайындалады. Ең алдымен конфитюрасын дайындаймыз. Қатырылған малина немесе құлпынайдың үстіне шекер салып, жақсылап блендерлеп пюре дайындайсыздар. Пюре болғаннан кейін үстіне крахмал салып, бір араластырып жіберіп, отқа қойып, бір қыздырып, қайнағаннан кейін холодильникке салып қоясыздар. Оған дейін бисквитке 4 дана жұмыртқаның үстіне шекер салып, жақсылап ақ көпіршік болғанша миксерлейсіздер. Қыздар, менің арнамда басқа да керемет жаңа видеолар жіберіп алған, каналға тіркеліп қойыңыздар. Енді ванилинді құясыздар. Ванилин құрғақ түрі болсын, сироп түрі болсын, кез келген түрін қолдана бересіздер. Бір араластырып жіберіп, енді ұнға кішкене көлемде разрыхлительді салып, жақсылап араластырасыздар да, ұнды салған кезде аз-аздан мөлшерлеп салыңыздар, бірден барлығын салып жүрмеңіздер. Сосын ұн салғаннан кейін лопатамен араластырамыз, ешқандай да миксер қолданбаймыз. Астынан үстіне қарай мен көрсеткен қалыптағын араластырамыз. Оңды солды араластырып жіберсеңіздер, сіздердің бисквиттеріңіз әдемі шықпай, көтерілмей қалады. Дәл осылай ұнды салғаннан кейін қамырыңыз осындай әдемі қоспа дайын болады. Осы қоспаны формаға құясыздар. Кез келген форма түрін қолдана бересіздер. Мен 3 түрлі бенто-торт шығару үшін дәл осындай 20 сантиметрлік дайындадым. О дәл осылай бір сілкіп жеріп газде 180 градуста 20-25 минут пісті. Піспеген зубочисткамен тексеріп аласыздар. Яғни піскен болса зубочистка құрғақ шығады, піспеген болса кішкене суы болып шығады. Дәл осылай суығаннан кейін формадан шешіп алсаңыздар, керемет бисквит дайын. Дәл осы түрімен торт жасап жүрсеңіздер де болады. Кез келген кремді қолданып, бисквиттің өзі әдемі жұп-жұмсақ болып шыққан. Енді бенто-тортқа байланысты 3-ке шықты. 3 түрі дәл осылай домалақтан кейін ортасын кесіп шығасыздар. Қыздар, менің видеом ұнаса лайк қойып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сосын менің арнамда өте керемет рецепттер болады сіздердің активностарыңа қарай. Енді креміне закрома сармайы мен Сахар-пудраны жақсылап аппақ болғанша араластырып, үстіне Творожный сарды салып, тағы да бір араластырып жібересіздер. Миксерлеген дұрыс. Негізі қыздар, бұл жерде үстіне сливкиді аз-аздан құйып, крем дайындаңыздар. Енді жинастырамыз, үстіне сиропты құйып шығасыздар. Сироп қоссаңыз, қоспасаңыз өзіңіз білесіздер. Үстіне тағы да осылай кремді бір жағып шығасыздар да. Енді жанына бортик жасап шығасыздар, конфитюраны құясыздар. Конфитюра ағып кетпес үшін жасайды бұны қыздар. Дәл осылай видеода көрсетілгендей бетіне жинайсыздар да, кремін жағып, кез келген оформление жасай бересіздер. Қыздар, бұл тортты негізі жасалуы өте оңай, көп зат кетпейді. Бірақ қыздар, өте уақытты көп алатын торт. Сондықтан менің еңбегімді бағалау үшін сіздер лайк қойып, комментарий жазыңыздар, және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қыздар, мен сіздерден кері байланыс күтемін. Мен үш түрлі торттың барлығын әртүрлі қылып әсемдедім. Сосын бенто-торттың осы ыдысы ең маңызды рөл ойнайды. Яғни бенто-торт дегенде ең бірінші осы қорапшасы еске түседі. Сондықтан да қорапшасымен біреуге сыйға тартқанға өте керемет дүние. Дәл осы видеода көрсетілгенде 3 тортты жинадым мен. Дәл осылай көрсетілгенде кремін жағып, конфитюрасын қолданып, черновый крем жағып, үстіне қайтадан выравнивание жасадым. Дәл осылай көрсетілгенде жасаңыздар. Оформлениесі өз қалауларыңыз бойынша. Міне көріп тұрғандарыңызда. Енді қыздар, менің анамда қандай рецепттер көргіңіз келеді? Оңай, жеңіл, кондитерский кез келген түрін жазыңыздар. Мен міндетті түрде дайындайтын боламын. Тегін мастер-класстар болады қыздар. Менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар.